Қайырлы күн достар, сіздермен Сандуғаш Әбдіқұл-қызы. Бүгін сіздермен 10 минутта дайын болатын творожный сырный лепешканың рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге қажетті заттар: творог, сыр, ұн, бір жұмыртқа және дәміне қарай тұз қажет болады. Алдымен творогымызды және теркадан өткізілген, терканың майда көзінен өткізілген осындай сыр, кез келген қатты сырды пайдалануға болады. Және дәміне қарай тұзымыз және жұмыртқамызды салып, барлығын араластырып аламыз. Ұнымызды салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Көріп тұрғандарыңыздай барлығы қолжетімді заттар. Қажетті тізімді описание бөліміне қалдырамын. Жылдам дайындалатын таңғы астардың бірі. Күйеуім, балаларым өте жақсы көріп жейді. Міне осылай жұмсақ қамырымызды илеп дайындап аламыз. Және тақтайымызға аздап ұнымызды сеуіп, жайып алатын боламыз. Міне осындай жұмсақ қамыр дайын болады. Оқтаудың көмегінсіз қолымызды аздап ұнға батыра отырып, жайып алатын боламыз. Осылай жайып дайындап аламыз және оны бірнеше бөліктерге бөліп алатын боламыз. Табамызды алдын ала қыздырып дайындап аламыз. Дайын болған қамырымызды табамызға біртіндеп салып аламыз. Аздаған майды құйып, біртіндеп қамырымызды салып аламыз. Қатты да емес, жай да емес, орташа отта пісіріп аламыз. Өте жылдам піседі. Келесі бетін ауыстырып, барлығын толық пісіріп алатын боламыз. Міне осылай өте әдемі лепешкалар дайын болады. Жасап көріңіздер. Ас болсын, сіздермен Сандуғаш Әбдіқұл-қызы. Достар, менің каналыма подписка жасап, қоңыраушаны басып, қазақша контенттің дамуына үлес қосыңыздар. Міне осындай жұмсақ, өте әдемі лепешкалар дайын болды. Назарларыңызға рахмет.